Берілмесең бикең өледі. Тиіспе, оған тиісуші болма. Сендерді алмайынша, Көркілі ханға бармаймыз. Қарсыласпа. Жарайды. Жарайды, жібер оны. Калафира. Келдік, балам. Амансың ба? Келдік. Амансыңдар ма? Амансыңдар ма? Аманбыз. Аманбыз, балана, аманбыз. Жараланбадыңдар ма? Ештің етпейді. Дер кезінде келдіңіздер. Жақсы. Қатты қорықтым, аға. Қарындасым. Қарындасым сол, шыдай алмай жауға аттандың ба? Өте қайсар бике болады, ағасы. Енді тәлім кезінде жақсылап қорғанасың. Көреміз. Көреміз. Қане, Османбекпен келіскен жерімізге барайық. Кеттік. Османбек. Ассалаумағалейкум, Жүніс әміре. Уағалейкум әссәлам, Османбек. Жолыңдағы тікендерді тазалап келе жатырмысың? Бірақ Раббыма шүкір деймін. Бізді сенімен жолықтырды. Қане келіңдер. Сорпа қайнаттық, дәм татқызайық. Дастарханыңнан да, сөзіңнен де бас тарта алмаймыз. Көп жаса. Кәпір, талай тұзақ құрады. Ал мүмін, жаратқанның қолдауына сыйынып, сол тұзақтарды бұзады. Дәл Алла елшісі мен сахабалары секілді. Әзіреті пайғамбарымызға қастық ойластырылыпты. Сонда барғандар, пайғамбардың орнына Әзіреті Әлиді көріпті. Құрған тұзақтары бұзылған екен. Худайбия келісімінде Меккеден кетіп Мединені паналағандар болса, кері қайтарасыңдар. Бірақ исламнан баз кешіп, ата-бабасының дініне қайта оралғандарды біз қабылдаймыз деген еді. Пайғамбарымыз бір қарағанда қолайсыз боп көрінетін осы келісімді қабылдаған. Соның арқасында Меккедегі мұсылмандардың саны артып, Меккенің фәтихі дәл осы келісіммен басталыпты. Енді Османбек, жолың белгілі, нұсқаушың да белгілі. Кәпір мұнафықтың аты өзгерсе де, дұшпандығы ежелден бірдей. Бірдей. Біз білеміз, сен тура жолдан таймасаң, Алланың жібінен мақтап ұстансаң, әрқашан жеңімпаз боласың. Күллі тұзақты бір-бірлеп бұзасың. Алла қаласа, Алла қаласа. Құдай қаласа. Ой. Көп жаса, Жүніс әміре. Барып ал, бұйырса айтқаныңдай болады. Тағы да шөлімізді бастың.